Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз хәза және хәзихи деген сілтеу есімдігін үйренетін боламыз. Хәза деген сөз бұл деп аударылады және хәзихи да бұл деп аударылады. Хәза ер тегінде, хәзихи әйел тегінде тұр. Оны музаккар және муаннас деп атайды. Яғни музаккар ер тегі, муаннас әйел тегі. Енді мына жерде де суретте көрсеңіздер болады. Хәза ер адамға қолданылады, хәзихи әйел адамға қолданылады. Енді мына жаққа екі бағанға бөліп мысалдар берген. Мысалға, бұл студент деп айтатын болсам, хәза толибун деп айтам. Бұл жерде ер студент айтып тұр. Сол үшін хәза қолданылады. Ал мен қыз студент деп айтатын болсам, хәзихи толибатун деп айтамын. Яғни хәзихи әйел тегіне қолданылады. Толибун деген сөзге тамарбутты жалғаймыз. Әйел тегі болу үшін сонда толибатун болады. Хәзихи толибатун бұл қыз студент. Одан кейін келесі. Хәза муаллимун. Бұл ер мұғалім. Хәзихи муаллиматун. Бұл әйел мұғалім. Мына жерде де тамарбутта әйел тегін білдіріп тұр. Хәза Хасан, яғни бұл Хасан. Хасан деген есімнің атығы. Хәзихи Айша. Бұл Айша. Яғни әйел тегіндегі есімдерге хәзихи, ер тегіндегі есімдерге хәзаны қолданамыз. Міне басындағы. Хәза хәзихи айырмашылығы. Енді мына жерде хәсубун деген бұл компьютер. Бұл жерде тамарбутта болмаған себепті бұл ер тегінде тұрады. Сондықтан мен бұны хәзихи емес, хәза деп айтам. Хәза хәсубун. Бұл компьютер. Ал назаратун бұл очки. Бұл неге әйел тегінде тұр дейтін болсаңыздар, сонда тамарбуттасы бар. Сол себепті бұл әйел тегінде тұрады. Сол себепті мен бұны хәзихи назаратун деп атаймын. Бұл очки. Сосын мына жерде телефон, хәтифун, телефон деген сөз. Бұл телефон болса, хәза хәтифун болады, ер тегінде тұр. Ал амьян, кошелек, бұл михфазатун, бұл әйел тегінде, себебі аудармасында михфазатунда соңында тамарбутта тұр. Сондықтан алдына хәза емес, хәзихи михфазатун деп айтам. Бұл амьян.